Қайырлы күн. Қашықтықтан оқыту жағдайында, оқу үрдісін ұйымдастыруда, оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыруда, оқу жетістігін бағалауда цифрлық құралдарды қолданудың маңызы зор. Мысалы, химия сабағында Google Forms'ты бағалау құралы ретінде қолдануға болады. Google Forms'тың келесідей мүмкіндіктері бар. Тест тапсырмаларын құрастыру, бөлім бойынша және 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын құрастыру. Google Forms'ты қолдану артықшылығына келесілер жатады. Қолданылуы тегін және орындалған тапсырмалар бойынша кері байланыс салу. Оқушылардың оқу мақсатына жету деңгейі туралы ақпарат алу. Тапсырмаларды құрастыру үшін алдын ала бортта тест тапсырмаларын және қажетті химиялық үрдістердің суретін дайындап алған дұрыс. Открыть Google Forms деп басып, создать форму деген батырманы басқанда бірнеше үлгілер шығады. Пустой файл папкасын таңдап аламыз. Новая форма деген терезе ашылған соң, бортта дайындалған тест сұрақтары мен суреттерді енгіземіз. Новая форма деген сөздің орнына тақырыпты жазып аламыз. Мысалы, атом құрылысы 7-ші сынып. Описание деген сөздің орнына оқу мақсаттарын қоюға болады. Келесі қадам сұрақтарды енгізу. Сұрақтарды енгізу ыңғайлы болу үшін материалды Word документте дайындап алу ыңғайлы. Изображение деген жерге папка ашып, керек суреттерді сақтап алу қажет. Суретті сұраққа енгізу үшін сұрақтың қасындағы батырманы басқанда обзор деген терезе ашылады. Біз өзіміздің алдын ала дайындап алған папкадан керекті суретті алып қоямыз. Сұрақты енгізіп, ответы деген батырманы бассақ, балл қоюға болады. Дұрыс жауабын белгілейміз. Готово деген батырманы басамыз. Келесі сұрақты осы ретте дайындаймыз. Настройка тест параметрлерін көрсетеді. Бұл жерде тест тапсырмалары автоматты түрде тексеріледі. Немесе мұғалім өзі тексеріп, жауабы сосын шығады. Тест тапсырмалары дайын болғаннан кейін просмотр батырманы басып, бір тексеріп, отправить батырмасын басып, оқушыларға жіберуге болады. Дайын болған тест тапсырмалары оқушының почтасына жіберіледі. Тапсырма орындалғаннан кейін мұғалімге қайта жіберіледі. Посмотреть баллы деген батырманы басып, оқушы өзінің жұмысын көреді, жинаған балын қарайды және қателерінде көре алады. Қателер болған жағдайда оқушыға мұғалім кері байланыс береді. Құрметті әріптестер, тиімді таңдалған цифрлық құрал оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау ғана емес, білім сапасын арттырудың кепілі болып табылады. Барлықтарыңызға сәттілік.